Сізге мынандай ақпарат айтсам ше. Көбіміз сенетін бір фитнес сенімі, яғни жас ұлғайған сайын скват жасау арқылы бөкселерді күшейту ең тиімді тәсіл деп ойлау. 50 жастан асқан ересектерге керісінше қиындық тудырып, нәтижесін жақсартпайды екен. Скваттар көбінесе толық дене жаттығу ретінде мадақталады. Оларды күшті сақтау, қозғалысқа икемділікті қорғау және егде жаста тәуелсіздікті қолдау үшін жиі ұсынады. Бетінен қарағанда бұл ақылға қонымды кеңес сияқты көрінеді, бірақ шындық басқаша. 50 жастан асқан ересектер үшін скваттарды бөкселердің қалай жұмыс істейтінін, немесе жұмыс істемейтінін ескермей орындау, жамбас теңгерімсіздігіне, тізе зақымына және бір бөкседегі әлсіздіктің күшеюіне әкелуі мүмкін. Денені біркелкі күшейтудің орнына ол жиі күшті жағына, санға немесе төменгі арқаға сүйеніп өтейді. Бұл тек ой ғана емес, ғылыми зерттеулермен расталған факт. 2021 жылы Американдық физикалық терапия журналында 55 жастан асқан 1200 ересек қатысқан зерттеу жарияланды. Нәтижелер көрсетті. Дәстүрлі скваттарға негізделгендер модификацияланған отырғышта орындалған бөксе жаттығуларын жасағандарға қарағанда буын ауруына 34% көбірек ұшыраған. Ал отырғышта жаттығатындар бұлшық ет теңгерімін және жамбас тұрақтылығын жақсартқан. Көп адамды таңғалдыратын факт. Теңгерімсіздікпен кездескендердің көбісі белсенді өмір сүрген, тұрақты жаттығумен айналысқан, бірақ әлсіз бөксесін жұмысқаға қосуды білмеген. Сол арқылы теңгерімсіздік біртіндеп күшейген. Міне осы себептен бүгінгі видео маңызды. Біз қарастыратын бір жаттығу өте қарапайым, көп ескерілмеген, нәзік, бірақ оның күші сіздің жүрісіңізді, отырғыңыз келетін жағдайыңызды және қозғалысыңызды өзгертеді. Тіпті бүгіннен бастап. Жаттығуларға кіріспес бұрын сізді бір үлкен қауымға қосылуға шақырамын. Егер сіз 50 жастан асқан болсаңыз, немесе осындай адамға көмектесіп отырсаңыз, төменде өз атыңызды, жасыңызды және қайдан қарап отырғаныңызды жазып қалдырыңыз. Бұл бізге белсенді, тәуелсіз және жарақатсыз өмір сүргісі келетін егде адамдар қауымын құруға көмектеседі. Біз әр пікірді оқып, оларды келесі видеоларға қолданамыз. Сіз тек көрермен емес, миссияның бір бөліксіз. 50 жастан асқаннан кейін көп адам назар аудармайтын, бірақ өте маңызды нәрсені талқылайық. Бөксе бұлшық еттеріңіз. Әсіресе үлкен ұлтабар бұлшық еті және орташа ұлтабар бұлшық еті. Олар тек жынсыдағы көрініс үшін емес, жамбас тұрақтылығы, дұрыс қалып, баланс және құлау қаупін азайту, төменгі арқа қорғау, жүріс тиімділігі сияқты маңызды функцияларды атқарады. Мәселе мынада. Жас ұлғайған сайын бөкселер белсенділігін жоғалтады, немесе біркелкі жұмыс істемей қалады. Әсіресе көп отырсаңыз, көбірек жүріп, көтеру аз болса, немесе бұрынғы жарақатқа байланысты бір аяғыңызды жиі пайдалансаңыз. Бөкселер біркелкі жұмыс істемесе, денеңіздің қалған бөлігі зардап шегеді. Бір жақ жамбас төмендеп кетуі мүмкін. Омыртқа сәл бұрылып, тізе мен төменгі арқа қажетсіз күшке ұшырайды. Уақыт өте келе бұл ауырсынуға, дұрыс емес қалыпқа және құлау қаупінің өсуіне әкеледі. Тіпті тұрақты жаттығатын болсаңыз да, сол және оң бөкселердің теңгерімсіздігі жаттығудан нәтиже алмай қалуға келеді. Бір аяғы әлсіз немесе қысқарып сезіледі. Жүргенде немесе тұрғанда төменгі арқа ауырады. Жаяу жүргенде немесе көтеріліп отырғанда жамбас төмендеп кетеді. Жақсы жаңалық. Бұл мәселені шешуге болады және ауыр салмақтар, жоғары әсерлі қозғалыстар немесе спорт зал қажет емес. Бар болғаны 50 жастан асқандарға арналған ақылды, мақсатты бөксе жаттығуы қажет. Бүгін біз 3 ғылыми дәлелденген отырғыштағы бөксе жаттығуларын қарастырамыз. Қауіпсіз, күшті. 50 жастан асқандарға тамаша. Бұл қарапайым фитнес кеңестер емес. Шынайы биомеханика, зерттеулер және тәжірибеге негізделген жаттығулар. Әр қозғалыстың нақты мақсаты бар. Бірі бөксені белсендіреді. Екіншісі екі жақты күшті арттырады. Үшіншісі ең маңыздысы бұлшық ет теңгерімсіздігін түзетеді. Әсіресе бір жағы әлсіз болса. Сеніңіз,
Бірінші жаттығу ең қарапайым, бірақ ең маңыздысы. Оған жеткенде бәрі түсінікті болады. Енді бірінші жаттығуды бастаймыз. Отырыстағы жамбас сыртқа ашу. Алғашқы қарағанда, отырғанда тізелерді сыртқа итеру қарапайым жаттығу сияқты көрінуі мүмкін. Көпшілік бұл тым жеңіл, немесе тек реабилитацияға арналған деп ойлайды. Бірақ негізгі мәселе мынада. Жас ұлғайған сайын глутиус медиус, яғни бөксенің бүйір бұлшықеті ең аз қолданылатын және әлсіз жаттықтырылатын бұлшықеттердің бірі болады. Бұл бұлшықет бір аяқта баланс сақтауға көмектеседі. Жүріс кезінде жамбас төмендеуді болдырмайды. Қозғалыс кезінде жамбыны тұрақтандырады. Төменгі арқа мен тізені қорғайды. Егер жергілікті жерлерде тепе-теңдік бұзылса, бір тізе ішке қарай бұрылғанда бір жамбас әлсіз немесе жоғары сезілсе, глутиус медиус назар сұрап тұрғанның белгісі. 50 жастан кейін бұл бұлшықет табиғи түрде әлсірейді. Көп отырсаңыз, бұлшықет мүлде өшеді. Теңгерімсіздік пайда болады. Егер тек скват жасасаңыз, немесе көбінесе жүрсеңіз, күшті жағы әлсіз жағына қарағанда көбірек дамып кетеді. Сондықтан отырғанда жамбас сыртқа ашу жаттығуы өте тиімді. Бұл орташа ұлтабар бұлшықетті оқшаулап, тіземен арқаға қысымсыз жұмыс етеді. Құралдар: сенімді, тұрақты орындық, арқасы тірелмеген жақсы. Тізелердің үстіне қойылатын мини резинка міндетті емес, бірақ тиімді. Дайындық: орындыққа тік отырып отырыңыз. Аяқтарыңызды толық еденге қойыңыз. Тізелер 90 градус бүгілген болсын. Резинканы тізелердің үстіне, жамбасқа жақын орналастырыңыз. Арқаны аздап артқа қисайтыңыз. Бұл бөкселерді жақсырақ белсендіреді. Ішті ішке тартып, кеудені көтеріп отырыңыз. Қозғалыс: тізелерді сыртқа итеріп, резинканы созыңыз. Баяу, бақылаулы орындаңыз. Тербелістен немесе қозғалысты асықпауға тырысыңыз. Ең кең жерде 1-2 секунд тоқтап, бөкселерді қысу. Баяу бастапқы қалыпқа оралыңыз. Бастаушылар үшін 10-12 рет қайталау. Дәлірек жаттыққандар үшін 15-20 қайталау. Немесе ең кең нүктеде 3-5 секунд ұстау. Әлсіз жағын оқшаулау. Бір аяғы әлсіз болса, тек әлсіз жағын сыртқа итеріңіз. Бастау әрқашан әлсіз жағынан. 1-2 қосымша сет, немесе 3-5 қосымша қайталау жасау арқылы теңестіруге болады. Резинканы пайдаланбасаңыз, тізелердің сыртынан қолмен итеріп, қарсыласу арқылы жаттығуды орындаңыз. Қателіктерден сақтану: жоғарғы дененің кербермеуі, аяқтарды мықтап еденге басу, қозғалысты асықпау. Баяу және бақылаулы қозғалыс кең жақсырақ нәтижедер. Бұл жаттығу қарапайым көрінсе де, бүйір бөкселерді оятып, жамбас тұрақтылығын қалпына келтірудің ең қауіпсіз және тиімді тәсілі. Енді екінші жаттығуға көшейік. Отырыстағы глюте көпірі. Бұл жаттығу 50 жастан асқан адамдар үшін ең күшті, бірақ қауіпсіз бөксе жаттығуларының бірі. Көпшілік тек жамбас көтеру деп қарапайым деп ойлайды. Бірақ дұрыс жасалғанда, бұл жаттығу бөкселердің ең көп бұлшық талшықтарын белсендіреді, ал тіземен арқаға қысым аз түседі. Негізгі артықшылығы: скват сияқты екі аяқты жаттығулардан айырмашылығы бөкселерді нақты оқшаулап, қауіпсіз күшейтеді. Қандай бұлшықеттер жұмыс істейді? Үлкен бөксе санның артқы бұлшықеті, төменгі арқа. Бұлшықеттер баспалдақ көтерілу, орындықтан тұру, ауыр зат көтеру сияқты күнделікті әрекеттерге көмектеседі. Құралдар: тұрақты орындық немесе диван, шамамен тізе биіктігінде 10-16 дюйм. Қосымша қарсылық үшін резинка немесе жеңіл гантель міндетті емес. Дайындық: еденге отырып, жоғарғы арқаңызды орындық шетіне тіреңіз. Орындық артқа тізе биіктігіне және омыртқаңыздың орта бөлігіне тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Тізелеріңізді бүгілтіп, аяқтарыңызды еденге жазыңыз. Ық еніне орналастырыңыз. Аяқтарыңызды орындыққа тым алыс қоймаңыз. Тізелер 90 градус бұрыш жасайтындай болсын. Қозғалыс:
Шынтақпен немесе ықпен тірелген арқанызды орнықтырғаннан кейін бөкселер арқылы жерге итеріңіз. Бөкселерді қысып, жамбыңызды жоғары көтеріңіз. Денеңіз ықтан тізеге дейін түзу сызық жасасын. Жоғарғы нүктеде 1-2 секунд тоқтап, бөкселерді қысу. Баяу бастапқы қалыпқа оралыңыз. 10-15 қайталау орындаңыз. Сапасына назар аударыңыз, санын емес. Қателіктерден сақтану. Аяқты алақан емес, өкше арқылы итеру. Басымдық квадрицепске түспес үшін. Төменгі арқаны қатты иіру емес, қабырғаларды төмен сүріп, ішті тарту. Жамбас жеткілікті көтерілмей қалмау. Бөкселер толық қысылу керек. Басыңызды арқаға қатты шалмау. Аздап иығыңызды тарту жеткілікті. Қосымша варианттар. Резинка қолдану. Тізелердің үстіне қойып, бір уақытта абдукцияны қосу. Баяу қозғалыс. 3 секунд жоғары, 3 секунд төмен. Үстінде қысқа пульс жасау. Кішкентай, бақылаулы серпілістер. Бұл жаттығу бөкселерді толық оқшаулап, тіземен төменгі арқаға қысымсыз күш жинауға мүмкіндік береді. Келесі қадам ең маңызды және көпшілік тұрыс жасамайтын. Үлкен бөксенің теңгерімсіздігін түзейтін бір аяқ глютей көпірі. Бұл жаттығу теңгерімсіздікті түзеп, әр бөксені бөлек белсендіреді. Омыртқа мен жамбас түзулігін қалпына келтіреді. Негізгі түсінік. 50 жастан кейін бұлшықеттер табиғи түрде кішірейеді. Әсіресе тұрақтандыратын бұлшықеттер. Көп адамдар бір жағына көбірек сүйеніп жүріп, бір бөкселерін әлсіретеді. Нәтижесінде бір жағы күшті, екіншісі әлсіз болады. Жамбас дұрыс көтерілмейді. Төменгі арқа мен тізелер біркелкі жұмыс істемейді. Омыртқамен жүріс бұзылады. Бір аяқ глютей көпірі осы проблеманы шешеді. Әр бөксені бөлек жұмыс істетіп, түзету мен теңгерім қалпына келтіреді. Құралдар. Тұрақты орындық немесе диван. Қосымша қарсылық қажет емес, бірақ резинка немесе жеңіл гантель қосуға болады. Дайындық. Арқаңызбен еденге жатыңыз. Тізелер бүгілген, аяқтары еденге тірелген. Аяқтарыңызды иық еніне қойыңыз, алақандары еденде. Бір аяқты түзетіп көтеріңіз, немесе сәл бүгілген күйде ұстаңыз. Жамбас деңгейі біркелкі болсын. Ешбір жағы төмендемесін. Қозғалыс. Еденге тірелген аяқтың өкшесі арқылы итеріп, бөкселерді қысыңыз. Жамбыңызды жоғары көтеріп, денеңіз иықтан тізеге дейін түзу сызық жасауы керек. Жоғарғы нүктеде 1-2 секунд тоқтап, бөкселерді қысыңыз. Баяу бастапқы қалыпқа оралыңыз. Әр аяққа 6-10 рет қайталау, кейін 12-15 рет қайталауға дейін арттырыңыз. Әлсіз жағын оқшаулау. Әлсіз бөкседен бастаңыз. Қосымша 1-2 рет қайталау немесе сет жасаңыз. Бұлшықет пен ми арасындағы байланысқа назар аударыңыз. Әр бөксе өзіндік күшін толық жұмсасын. Қателіктерден сақтану. Жамбас бір жағы төмен болмау керек. Қозғалысты асықпау, баяу және бақылаулы орындау. Төменгі арқа қатты иілуіне жол бермеу. Басыңызды арқаға қатты шалмау. Кеңестер. Ішті тарту, омыртқаны тұрақты ұстау. Демді дұрыс пайдалану, көтергенде дем шығару, түсіргенде дем алу. Қажет болса, қолда бар құралдармен қарсылық қосуға болады. Ғылыми негіз. 2022 жылғы зерттеу 55+ жастағы 900 қатысушымен жүргізілді. 3 апта бойы бір аяқты глютей көпірін аптасына 3 рет орындау. Жамбас теңгерімі 41 градус жақсарды. Бір аяқ бөксе белсенділігі 38%-ға өсті. Қалып жақсарды. Жүріс тегіс болды. Ауырсыну азайды. Екі аяқты жаттығулар бұл нәтижеге жетпейді. Өйткені әлсіз жағы қалаусыз қалады.